Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Зада. Бүгін борщ дайындаймыз. Ең алдымен етті жуып тазалап, кастрюляға су құйып, салқын су, етті салып асып қоямыз. Енді осы ет бір қайнағаннан кейін көбігін алып, кішкене тұз салып, баяу отта әрі қарай 2 сағаттан кем болмайтын уақыт пісіріп аламыз. 1 сағаттай өткеннен кейін көкөністерді жуып тазалап, пиязды майда көбектерге кесіп, сәбіз бен свекланы ірі теркадан өткізіп, осылай бір-біріне араластырмай қоямыз. Енді табаға кішкене сұйық май салып, әуелі пиязды салып қуырып аламыз, жұмсарғанша. Одан кейін сәбізді салып, әрі қарай сәбіз жұмсарғанша қуырамыз. Мінекей сәбіз жақсылап жұмсарып пістау дегенде кішкене тұз саламыз. Одан кейін томат пастасын салып, жақсылап әрі қарай қуырамыз. Табаның астындағы от тым қатты болмасын, орташа болсын, күйіп кетпес үшін. Мінекей бәрін қуырып болғаннан кейін үстіне қызылшаны салып, көкөністермен араластырамыз. Ескерту, қызылшаны қуырмаймыз, тек араластырамыз. Аралас болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған сорпаны құйып, алдын ала сығып дайындап алған лимон шырынын құямыз. Мінекей, одан кейін жақсылап араластырып, отын азайтып, әрі қарай қайнатып қоямыз. Енді капустаны бөліп, маған осы 500-600 грамм жарайды, ал сіздер өздеріңіздің сорпаңызға қарай көбірек немесе азырақ алуыңызға болады. Осылай капустаны жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Бір келкі жіңішке етіп тураймыз. Енді картофельге кірісеміз. Картофельді мен осылай ірі көбектерге бөлемін, ал сіздер қалауыңызша кесіп дайындап аласыздар. Енді ет пісті, етті сүзіп алып, суытып қоямыз. Қайнап тұрған сорпаға ең әуелі картофельді салып қайнатамыз. 1-3 минут қайнағаннан кейін капустаны саламыз. Капустадан кейін бірден дайын зажаркамызды салып, жақсылап араластырып, суы суалса кішкене су құйып қайнап тұрған, тұзын көріп тұз саласыз, әрі қарай 3-4 минут қайнатамыз. Енді етті сүйегінен ажыратып турап аламыз. Қайнап тұрған сорпаға салып, араластырып, тағы да 1-2 минут қайнатамыз. 1-2 минут қайнағаннан кейін капустаны салып, жақсылап араластырып, суы суалса кішкене су құйып қайнап тұрған, тұзын көріп тұз саласыз, әрі қарай 3-4 минут қайнатамыз. Енді ет сүйегінен ажыратып турап аламыз. Қайнап тұрған сорпаға салып, араластырып, тағы да 1-2 минут қайнатамыз.
мінекей енді капуста мен картофель уже пісіп қалғанда лавровый лист, пресстен өткізген чеснок салып, тағы да 1-2 минут қайнатамыз. Мінекей дайын болдау дегенде үстіне дәмдеуіш саламыз. Мен 1 шай қасық қант, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық толық 1 шай қасық с горкой специя, құрғақ специя салдым. Өзімнің қалауымша. Ал сіздер өздеріңіз көріңіздер. Мінекей борщымыз дайын. 20 минуттай тұндырып қоясыздар. Одан кейін отбасыңызға ұсынасыз. Үстіне кішкене укроп, петрушка сеуіп, сметана салып бересіздер. Мен осылай дайындаймын, сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады. Ас болсын.